Сәлем достар, бүгінгі біздің обзорымыз осындай бардак болып кетті. Неше түрлі қызық товарлар шықты. Мен сіздерге қазір осының бәрін басынан бастап көрсететін боламын. Олай болса, кеттік, бірінші товарымыздан бастайық. Так, ең алғашқысына дәуден бастағым келіп тұр. Мен примерно ішінде не бар екенін білемін, бірақ сіздерге қызық деп ойлаймын. Кеттік, ашайық. Sunset Lamp дейді. Көрейік. Хопа! В общем, достар, мынау қазіргі уақытта TikTokта хит болып, видео түсіргенге, фото түсіргенге өте керемет лампалардың бірі. Лампа дегенде бұл андай домалақ, ортасы не кәдімгі біз білетін, в общем, TikTok түсіретін лампа емес, бұл басқа лампа, ерекше лампа. Осы затқа қызығып, мен де алғым келді. Сөйтіп, AliExpress'тен бердім. Так. Немене? Бұны қазір көреміз. Ана подставка примерно. Былайынан тұрады. Вот. Міне, лампаның өзі. Бұл бізде көріп тұрғандарыңыздан USB мен жұмыс істейді. Мына жерде бізде қосып сөндіру примерно, қосып сөндіру. Вот, қараңыздар қаншама қызық. Бір лупа сияқты, мына жақ ішінде бір какой-то диодтар ма бар. Мұнда бізде анау өтіп қойып қоятыны. Болды ма? Пульт бар, прикиньте. Мен бұны RGB қып бердім, яғни мен мына жердегі бүкіл цветке қазір мына лампаны алмастырамын, яғни мына жердегі цветтермен мына лампа жанатын болады. Еще модтар бар екен. Ё-моё, тема. Mate. Еще яркትን түсіріп өшіруге болады. Вот, ең алғаш товарымыз өте қызық екен. Кеттік ал, қосып көрейік. Қосып көрейік болғаннан бұрын мен бұны қосып түсейін. В общем, мына жер беспорядок болып кетті, творческий. Короче, мен не пауэрбанк таппадым да. В общем, кәдімгі USB адаптер арқылы токпен қосатын боламыз. Все. Баң қадаған ма, знай? Жарылып кетпейін бе? Ема. Так, стоп. Мына өзі өзгеріп жатыр цветі. Прикиньте. Уже ана жер әдемі болып кеткен ғой. Прям мынау модын қалай істеп көрейік. Өшіп істеп көрейік. Облом. Істемейді. Так, көзге қатты барып кетті. Так, мейт дейтін керек көзге. Мейт. Мына пульта істемейді ғой? Нет, стоп. Здесь батарейки нет вроде. Да, қазір батарейкасын қосамыз. Все, батарейка примерно таптым. Вот, енді істеуі керек. Вот, істеді. Тема, міне. Пультпен. Так, Үй! Мен неқтан қостым? Неқшы. Өшірет. Бірақ қоспайды, прикиньте. Мынау қосады. Өшірет. Мынау қосады, мынау өшірет. Строп дейді. Стропты бастыға. Бұл біртінде бір ескі алмасы отырады. Фейт. Фейтті бастық. Фейт. Бұл уже плавно алмас отыр. Алмас отқан вообще дұрыс не істемейсің, мысалы, жерде көк болып тұрса, уже міне қызалып баратыр, міне фиолетовый болып баратыр. В общем, мына модтарын көрдік, неше түрлі модтар бар екен. Свет яркості көрегенде. Яркості түсіріп жатырмын. Түсірдім. До конца тұрып тастадым. Дұрыс көрінбей тұр. FPS-ның кесірінен. Қаттырақ жақсақ, бұл кетеді. Көрдіңіздер ма? Ал енді цветтерін көрейік. Қызыл. Қызыл жанды.
Жасыл жанды. Так, жасыл ортасы көк болып көк жанды, оранжевый жанды. Мен бұның бағасын айтып ұмытып кеттім. Мен бұны Алиэкспресстен 5000 теңгеге алдым. 5-ақ мың теңге. Доставкасы тегін. Так, все болды. Өшірек. Достар, керемет зат екен. Мен осы затты өзім видео, фото түсіруге қызығатын болғандықтан да өзіме алған болатынмын. Сіздер де егер мобилография, видео түсіруге, фото түсіруге қызығатын болсаңыздар, алсаңыздар болады. Керемет зат. Бір затты мысалға, біз бір сақинада үйлестік, осыны ортаға қойып, айналдырып, жан-жағынан свет жағып, неше түрлі цветтер көрсетіп, бір затты реклама жасауға болады. Немесе адамға клип түсірген кездерде осындай цветтерді адам бетіне түсіріп, неше түрлі цветтермен ойнауға болады деген сияқты. Фото түсірген кезде де болады. Сіздер де бұл затты сатып алу арқылы сондай керемет бір дүние жасасаңыздар болады. Алыңыздар. Все, кеттік. Ары қарай басқа товарға алмасамыз. Оп, кеттік. Келесі товарымызға көшейік достар. Охо, ема. Достар, мен бүгінгі обзорда ең күткен прям товарым. Өйткені бұл затты мен прям өзіме алдым. Өзім тағамын деп. Жеге дайындалып отырмын, қазір бомба болады. Мәссә. Прям шикарно оны. Шикос қоя, шикос прям. Прям ашайық. Сағат бізде жүріп жатыр ма екен? Жүріп жатыр сағат бірақ 2-ден 4 кетіп жатыр ма бөлі? Қазір сағат тұрсымыз. Мінекей достар, мынандай болып тұр. Прям мәссаған тема болып тұр, қолым кәдімгідей. Өзім жасыл цветті баяғыдан қатты жақсы көремін. Сол үшін де жасыл цветті сағатта алдым. Ремешогын да, ішіндегілерін де, короче. Вот мінекей достар, мен сағатты жөндеп қойдым. 12-ден 3 кетіп жатыр. Енді мына кнопкаларды көрейік не екен. Қызылды басам. На секунданы қояйын. Яғни, короче, 1 секунд айналып жатыр. Мына жақта соның секунданы жазылып жатыр, короче. Жақсы, басам. Мен примерно уақытты алмастырдым, жаңағы білемін, короче, басынан басайды, короче, секунд номер, база жоқ. Вот, на жерде 18 деп тұр, примерно дата, бірақ бұл жерде қате кетіп тұр. Бұл 18 емес. Онда жөндеуге болады. Вот, достар, мен осындай. Бағасына келетін болсақ, мен бұны, достар, 11 мыңға алдым Алиэкспресстен. Доставкасы тегін болды. Примерно сол 11 мыңның көлемінде маған келді. Мен бұны өзіме тағуға алдым. Сіздерге ұнаған болса, ссылкасын қалдырып кетемін описаниеге. Бұл Корин фирмасында бұдан да басқа сағаттар көп. Ремешоктар, темір ремешоктар, резинка деген сияқты. Сол Алиэкспресте ең атақты сағат фирмалардың бірі осы Корин болып табылады. Заказ берсеңіздер болады. Біреуге подарки алып берсеңіздер де болады деген сияқты. В общем, достар, сіздерге қызық нәрсе деймін ба? Мен вообще тупизм. Мен 10 деген вообще қарамағым ғой. Қараңыздар. On. Мен мына жерін істемейді деп вообще қуып кеттім бағана. On. Так, достар, келесі товарларымыздың үшеуін бірге ашамыз. Өйткені бұның үшеуі бір-бірімен байланысты. Және де мен локациямды өзгертіп жібердім, белгілі бір жағдайларға байланысты. Бұл проблема емес. Бұл үш товарда мына AirPodsқа байланысты. Осы AirPodsқа арналған үш қызықты зат. Негізінде оны ерігіп бере салдым. Давайте көрейік. Бастайық. Біріншісі, мынаны ашып қойып, біріншісі. Вот, ішінде мына AirPodsқа арналған чехол. Негізі металлический деп жазған еді, вроде. Қателеспесем, бір жарым айдай болды бұның келгеніне. Мен металлический деп ойлағанмын, бірақ ондай емес екен. Бұны ашу үшін open дейді. Осыны қалай ма?
мен бүйтіп мына open дегенге бүйтіп ашып не істеп жатырмын да оны бүйтіп аша салады екен. Просто так и все. Негізінде кәдімгі пластмасса резинка мынау, но бірақ мен суретте көргенде вид әдемі тұғын, қазір тағып көреміз. Мынау тағатыны бар, қазір кигізіп көрейік. Полный виді осындай. Но бір нәрсені айтайын, маған ашу өте қатты қиын болып жатыр, әлде мен дұрыс түсінбей жатырмын ба. Ашылған кезде мына аяғы уже шешіліп кетіп жатыр. Көрдіңіздер ме? Жапсам, қайттан мынау шешіліп тұрады уже. Киюге керек. Мына аяғы шығып кетіп жатыр. Так. Мен бұл затты Алиэкспресстен примерно бір 2000 теңгедегі бердім. Өзіме тағамдап берем, өзімше анда сағат жасыл типі мынау жасыл болып жүрем деп. Мынау ашылуы қиын екен. Вот осылай тұрса, мен мынаны дұрыс түсінбедім, шынымды айтсам, потом тағы да көрермін. Келесі мынаны ашайық. Вообще ішінде не бар екенін белгісіз, сондықтан да шетінен ашайыншы. Жыртық нәрсе болмау керек. Бұл товарларды көрсеңіздер, вообще күлесіздер. Ішінде не бар екенін қараңыз. Осы екі зат. Я Алиэкспресстен осындай заттарда ойбай беруге болады, жоғалып кетпеш айналайын. Бұл короче анау тағатын нелерге ғой, наушниктің бөліктеріне, екі құлақ. Так. Мынаның басын алу керек ау деймін бірінші. В общем, мінекей достар, мен тақтым, осылай тоже жасыл, әдемі көрінеді екен. Мен қатты таң қалдым мыналарға, қанша соссаң да прям жыртылмайды. Мен андай жіңішкелеп, андай жыртып алмайын деп әшейін басында істеп отырдым. Тағы қалмайды вообще. Жынданып кеттім да, короче жыртсам жыртайын деп қаттап тағып ем, тағылды. Прям қатты таға берсеңіздер болады екен, жыртылмайды, вообще соған таң қалдым. Мен бұны Алиэкспресстен 200 теңге дегенге заказ бере салғам, осылай әдемі көрініп тұрсын деп. Все, келді, көрсеттім. Ұнаған болса, басқа да цветтері бар. Қазір енді чехолға салып көрейік, қалай көрінеді екен. Осылай темный жасыл, ашық жасыл. Ал енді келесі товарымызға кетейік. Қайсысы еді? Бұл да осы AirPodsқа байланысты. Мынау жаңағы резинка нормально. Мынаны вообще күлесіздер, қазір не екенін көрсеңіздер. Пайдасы жоқ нәрсе, әшейін заказ бере салдым. По приколу көлік деп. Ойбай. Короче, достар, бұл AirPods'ın ішіне тағылатын чехол. Бұндай көріп педіңіздер. Назад, короче, мына екі шетке тағылатын нәрселер ғой. Қазір тағамыз. Так. Солай. Мынау үстіңгі бөлігіміз астыңғы бөліккен, астыңғы бөлігіне уже дұрыстап келе қалды. Үстіңгі бөлігінде қиын болып жатыр еді. Мынау енді оңай кетті. Мен бұны примерно tosысында 200 теңге ма, или 400 теңге ма, сондай бір нәрсеге бере салдым. Бүйтіп ашқан кезде іші қара әдемі болып тұрсын деп. Вот осындай. Енді бәрін құрастырып салып көрдік қазір. Не шығады екен. Мынау уже әдемі. Вот, короче, осындай полный AirPods комплектация деп қойды. Осындай затты примерно полный 2,5 теңгеге ма заказ бердік. В общем, достар, косяк менен. Мен чехол теріс тағып қойыппын. Мен видеоны түсіріп болып, бәрін жинап, мынау неге істемейді деп дұрыстап қарасам, мынау жағы алдында отырады екен ғой, міне. Мынаны басасыз, оны ашылады. Көрдіңіздер ме? Ешқандай проблема жоқ. В общем, косяк менен кешіріңіздер. Міне чехол әдемі, заказ берсеңіздер болады. В общем, соңғы айтатын нәрсем, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, мені қолдаңыздар. Чао, давайте.